Құрметті халайық, Украинадан хабар жетті. Яғни Украинаға енді көмекті Трамптың өзі беретін болды. Бірақ Трамп айтып отыр, біз, яғни Америка, НАТОға қару-жарақты сататын болады. НАТО оны 100% сатып алады бізден қару-жарақ деді. Және ол қару-жарақты НАТО Украинаға береді деген мәлімдеме жасады. Трамптың не айтқанын қараңыздар. Американың NBC телеарнасына берген сұхбаты кезінде Трамп былай деген болатын: біз НАТОға қару жібереміз, ал НАТО бұл қару үшін 100% төлейді. Осылайша біз жіберген қару НАТОға жеткізіледі. Содан кейін НАТО бұл қаруды Украинаға жеткізеді деген болатын. Сонымен қатар Трамп Ресейден көңілі қалғанды айтты. Менің Ресейден көңілім қалды, бірақ алдағы бірер аптада не болатынын көрейік деген болатын. Қазіргі кезде Украина мен Ресей арасындағы шайқастың жүріп жатқанына 3 жылдан асып кетті. Осы 3 жылдан астам уақытта Ресейдің экономикасы да, оның әскери жағдайы да, былайша айтқанда елінің, халқының жағдайы да қаншалықты деңгейге жеткенін бүкіл әлем елдерінің ақпарат құралдары жарыса жазып жатыр. Және айта кетелік нәрсе, Украинаның да бұл қазынасында сарқыды, әскери ресурсын, экономикасына да осындай зиян келтіріп отыр. Бірақ қалай дегенмен де бұл жерде басы ашық мәселе бар. Бұл жерде Украина бейбіт отырған Украинада елге Ресейдің жасап отырған осындай жойқын шабуылдары бұған дейін де болған еді. Естеріңізге сала кетейік, 2008 жылы Ресей әскері Грузия жерін ойрандаған болатын. Сөз соңында мынаны айтқымыз келеді. Томас Карлейл былай дейді: дауласу кезінде ашуға булыққан сәттен бастап, біз ақиқат үшін емес, өзіміз үшін күресе бастаймыз.